Сәлем достар, сіздермен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Алматының орталық стадионындамыз. Бүгін УЕФА конференция лигасының екінші іріктеу кезеңі қарымта ойын Астана мен Милсами арасындағы ойын. Бір апта бұрын ойын 1-1 есебімен аяқталған білесіздер. Бүгін енді Астана өз алаңында емес, қазақ жерінде деп айтайықшы, жеңіске жетуге тырысады. Влог түсіретін боламыз. Олай болса, влогымызды бізбен бірге тамашалаңыздар. Кеттік достар. Достар, міне, осы алаңға келген жанкүйерден кішігірім сұхбат алуды жөн көрдік. Төлеген екен, есімі Төлеген. Жалпы бүгін ойынға келдің. Сөзсіз Астананы қолдайтын рас, иә? Әрине, иә. Ойыннан не күтесің? Ойыннан мен Астана 2-0 жеңеді деп ойлаймын. 2-0 жеңеді деп ойлайсың, ә? Сен астаналықсың ба, әлде алматылықсың ба? Жоқ, негізі Шымкент қаласындамын. Шымкент қаласынасың. Алматыда қыдырып келдің бе, әлде арнайы осы ойынға келдің бе? Қыдырып келдім ғой. Бүгін және Ордабасы ойнайтынды білесің, ә? Яғни Шымкентте ойында бола алмасаң да, қазақстандық клубты қолдауға келіп бірсің ғой? Иә, әрине. Жалпы қалай ойлайсың? Астана бүгін осы Милсамиді өте ала ма? Ордабасы туралы не ойлайсың? Сол туралы кішігірім ойыңмен бөліссең. Астана осыдан 2-0 болып есеппен ұтып 3-ші кезеңге өтеді деп ойлаймын. Ал Ордабасы? Ал Ордабасы қазірше дифференциямен ол ойын 1-0 есеп болып тұр. Ордабасы да жеңетініне үміт бар. Яғни екі құрамымызда үшінші іріктеу кезеңіне шығады деп тұрсың, иә? Иә. Солай болсын, олай болса, дәл осы камераға қарап, бүкіл біздің клубтарды қолдауға, осы бүкіл оқырмандарды шақырсаң болады, бір жақсылап алға Қазақстан деп айқайлап жүрсең. Алға Қазақстан! Достар, міне кезекті жанкүйеріміз дәл осы Астананың көрпісі кереметтей шарфын тағып алған, қолына жалауын ұстап алған Әмір атты бауырымыз. Әмір, стадионға қош келдің. Жалпы ойыннан күтер үмітің қандай жалпы? Жалпы ойымша Астана 2-0 есебімен жеңеді. Арары өтеді. Мен ойын бойынша Астананың несі тәжірибесі бәрі мойында. Астананың кішкене басқа командаларға қарағанда несі айтқан намысы жоғары. Сол мен Астанаға сенемін. Сенен екен кеп тұрмын енді көрмей. Жалпы сен қазақ футболында Астананың жанкүйерісің? Иә. Қанша жыл болды? Мен осы 2015 жылдан бері осы Астана Европа ойнағаннан бері жанкүйеріміз. Керемет. Яғни бір 10 жылдың 9 жыл болды, иә? 10 жылдың ар жақпай жоқ болды. Жалпы Астана тарихындағы ең үздік ойыншы сен үшін кім осы 9 жылдықта? Осы 9 жылдықта Марин Томасов. Одан кейін Патрик Томаси. Керемет. Енді қазіргі мына құрамнан саған кім ерекше ұнайды және де кімге бір қатты сенбей жатыр деп ойлайсың, Бабая мырза? Мен қазір үлгермедім старты сақтып. Жоқ, жалпы құрамды айтамын да. Мен ойынша Басманов пен Прокопенкоға көп шанс бермейді, олардың несі күшті. Нелері, таланты бәрі бар, нелері бар. Байқанда көздерінде отыр, бірақ Бабаян мүлдем шанс бермейді. Сол қиын енді. Элхан Астанов ше? Астановпен айта кететін болса, бір мектепте оқығанбыз негізі. Иә. Керемет. Бірақ орыс класында оқыған, арасында соң класс мен классым құрып жүретін еді осы кішкентай кезінде. Керемет. Негізі Астановқа сенемін, неге сенбеймін? Яғни бүгінгі ойында 2-0 деген есеп күтесің, Астана сеніп түрде жеңіске жетеді деп кім гол соғады енді? Мен ойымша кім салу керек, сол Томасов. Томасов немесе Астановтан күтемін гол. Тағы да немесе Камарадан тағы гол күтемін. Рахмет Әмір, олай болса, ойыннан ләззат ал, және Астана міндетті түрде жеңеді деген ойдамыз. Камераға бір қарап, алға Астана деп айтсақ болады. Алға Астана. Ойындағы алғашқы сырық шалынды және бұл жерде енді бірден астаналықтар алаң иелері дәл осылай үстемдікке ие болып шабуылдауға тырысатын. Сөзсіз, ойын туралы жалпы айтқан едік, басына 1-1 ойнады. Өткен аптада бір апта бұрын Астана қонақта керемет ойнады. Соңғы секундтарда гол жіберіп алғанда көрген едік. Ал бүгін енді жалпы жанкүйерлердің өзі кеше баспасөз мәслихатында ойыншылардың өзі де кереметтей өздерінің күшіне сенімді екенін
көрсетіп ол туралы айтқан болатын. Ал енді дәл алаңда ойында қандай нәтиже болатынын бірге тамашалайық. Ойынның 5-ші минутында керемет мүмкіндік, айып соққысы. Бұл жерде енді жақсы соққы бағыттап есепті дәл осы тұста ашып тастауға болатын мүмкіндік. Яғни Назми Гривши бұл айып добын өзінің командасына алып бергенде көріп отырмыз. Допта Марин Томас пен Назми Гривши. Чобан 5 бірдей қорғаушыны және біреуін дәл осылай алаңға жатқызып қойғанда көрдік. Ал бұл сәтті қарап көрейік. Менің ойымша Назми Гривши қақпаға тіке соққаны бағыттайтын болып көрінеді. Жалпы бұл ойынға бізге түскен ақпараттар бойынша 10 мыңдай адам келу керек деп айтылған еді. Ойын алдында дәл осынша билет сатылды деп, мүмкін алматылықтар әлі ойынға келіп жатқанда көріп жатырмыз. Дәл қазірдің өзінде де жалпы алаңға келіп жатқан жанкүйерлерді көріп тұрмыз, бірақ 10 мың деген сан жиналуы екіталай сияқты. Себебі қазірдің өзінде шамамен бір 2-3 мың адам бар сияқты дәл осы алаңда. Пикушак Чобанға осы сәтте тез ойнатуда сұраған еді. Пикушак өз орнынан тұрып кеткенде көрдіңіздер, ал оның қарсыласы бүгін Бабаян Мырза. Және мұнда өте қызықты көрініс. Шахтер футбол клубының жастары дәл осы Астанаға жанкүйер етіп отқанды көрдік. Ойынның 11-ші минутында дәл осындай қалып шабуыл болған еді. Керемет ортадан берілген пас Марин Томастың Камараға, бірақ Камара офсайдта қалған екен. Кезекті стандартты жағдай Мариннің айбалаңын асырған дабы Казуколовас. Гинсар кеше ойын алдындағы баспасөз мәслихатында айтқан еді, біз Астанадан еш қорықпаймыз. Кім айтты сіздерге Астана бізден мықты деп? Біз бірдей терезесі тең құрамыз деген еді. Жанкүйерлерінде алаңға толып жиналып Астана деп қолдап отқан көрдіңіздер. Астананың басшылығы мұнда. Бұл Камара. Ойынның 41-ші минутында тағы да бұштама добы Назми Гривши допта. Назмидің айбалаңын асырған пасы. Тағы да бұштама. Екінші бұштама қатарынан Марин Томас допта. Мариннің айбалаңын асырған пасы. Камара үлгермей қалды. Бұл жерде қауіпті қарымта шабуыл болып кетуі мүмкін. Чондрич соңғы қорғаушы болып ойнап, өз орнынан шығып, тіпті қапталға қарай, қапталдағы қорғаушы рөлін атқаруға да дайын болған көрдіңіздер. Амановичті соңғы сәтте қалдырып.
Бірінші тайм аяқталды, есеп 0-0. Жалпы бірінші тайм туралы сөз айтатын болсақ, бірақ сөзбен аяқтай салуға болады. Өте іш пыстыратын ойын болды. Шабуылдар жалпы деңгейі өте нашар. Сөзсіз қақпаға бағытталған соққылар болды, бірақ әлі де гол жоқ. Өткенде де бірінші тайм дәл осылай 0-0 есебімен аяқталған. Екінші тайм басында Астана бірден шабуылға шығып, кереметтей гол соққан еді. Грипшидің соққан гол естеріңізде. Бұл жолы көрейік енді, мүмкін Бабаян тағы да сондай жүйені дәл осы ойынға жасап қойған шығар. Екінші тайм басталды. Бұл жерде енді тағы да осы ойынмен қатар Шымкентте Ордабасыда өз ойын бастаған білеміз. Диффер Даңғышпен және бір қызығы ойынның екінші минутында шымкенттіктер гол жіберіп алған екен. Енді Ордабасыға 2-1 гол керек. Келесі кезеңге шығуға мүмкіндік болар үшін, яғни есепті теңестіру үшін, ал енді Астананың ойынын тамашалап көретін боламыз. Қазір енді Астананың қақпасының алдында шабуыл жүріп жатыр. Марин! Құрметті көрермендер, Марин Томасов есепті 1-0 қылды. Ян Вараговскийдің қапылдан асырған пасынан кейін Марин баспен сүңгіп тұрып керемет гол соққанын көрдік. Бұл гол ойламаған жерден кірді. Екінші таймның басында Тура мен жаңа айтқанда, екінші таймның басында алғашқы ойында да дәл осылай Астана гол соққан болатын еді. Назми Грипши, ал енді бүгін Марин Томасов. Марин есепті 1-0 қылып Астананың алға шығарды. Француз төрешісі бүгін сөздің шыны керек. Менің көңілімнен толыққанды шығып жатыр, себебі дәл осы тұста қарсылас команданың ойыншысы дайвинг жасаған үшін, симуляция жасаған үшін оған сары қағаз табыстады. Ал Чобан мұнда асуланып, айқайлап, шыңғырып атқанды көрдік. Жаңағы сәтте сейв жасалмаған қақпашы дәл осылай өкініп жүр. Жаңа сәтте айтқандай, француз төрешісі керемет қазылық жұмыс жасап жатыр. Бүгін шабуылшыны Андоны бұл жерде жаңағы симуляция үшін екінші сары қағазын беріп, осы ойында ойыннан қуып жіберді. Яғни екі сары қағаз өздеріңіз білетіндей қызыл қағазға айналды. Алаңдағы ойыншылар саны 10, Астана алда. Чобан бұл ойында өте ашулы. Назми Грипши тағы да Чобанды екінші ойын қатарынан қапаландыруға жақын болған, бірақ қорғаушылар тағы да өз орында. Бір айта кететін жөн, Милсамидің қорғанысы өте керемет. Пикушак қорғанысты керемет қойғаны міне. Мариннің соққысы. Ай, гол соғылады қазір. Құрметті көрермендер, гол соғылу керек, міне қараңыздар. Асан Кәрімов үлгермей қалды. Гол соғылу керек сияқты, себебі жалпы Астананың шабуылы толассыз шабуылдар кетіп жатыр. Голдың ауылы алыс емес, голдың мына жақтан кәдімгідей десек иісі шығып тұр.
Керемет мүмкіндік болған еді Астана есепті 2-0 қылып тастауға. Камарада соққы берді, Тамасов, Аманович, кім соққы бағыттауға болады? Барлығы соққы берді. Бірақ Чобан өз орнында. Астана әдеттегідей есепті алға шыққан екен, енді қорғанысқа жатып алғанда көрдіңіздер, бірақ десекте жаңағыдай қанта шабуылдар арқылы екінші голды соғуға мүмкіндігі бар. Бастысы бұл жерде екінші голды соғу керек. Себебі футбол деген, әсіресе заманауи футбол, құрметті достар, кез келген дүние болып кетеді, иә. Жоқ жерден қазір бір алыстан соққы жасайып, Милсами ойыншысы гол соғып кетуі мүмкін. Сол үшін де қазір допты өзімізде ұстап, екінші голды соғып алуға тырысу керек. Ойынның 81-ші минут аяқталды. Бүгінгі ойынға 7362 жанкүйер келген екен. Жаман емес. Астана Алматыда бұл ойын ойнап жатса да 7,5 мың адам деп айтайықшы, доңғалақтап. Керемет. Егерде Құдай қаласа алдағы кезеңге шығып жатқан кезде жанкүйерлердің саны бұдан да көп болатыны сөзсіз. Себебі УЕФА конференция лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне Астананың шығуына бар жоғы 5 минут қалды. 5 минут уақыт қосылды. Екінші таймға 5 минут Астанана УЕФА конференция лигасының 3-ші іріктеу кезеңінен алыстатып тұр. Және жігіттерде керемет мүмкіндік бар. Енді қараңыздар, Чобан ал және бүкіл ойыншылары Милсамидің жоғары қарай көтеріліп кеткенде осы бір тұста қарымта шабуылмен шығып кетуге болады. Дәл осындай Камара. Оған қарсы Лупано керемет қорғанып жүргенде көрдік. Бүгін ойын барысында Камара бірақ тесікте оңай өтті. Камара ортаға қарай пас. Эбонг! Жеңіс, құрметті көрермендер. Жеңіс, есеп 1-0. Астана УЕФА конференция лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне шықты. Және де дәл осы ойыннан кейін сағат 11-де басталатын Риека мен Корвинул екі құрамның арасындағы жеңілген жұппен ойнайтын болады. Және барлық астаналықтарды, қазақ жанкүйерлерін, қазақ футбол жанкүйерлерін осы жеңісімен құттықтаймыз. Достар, міне осымен ойынымыз аяқталды. Астана Милсамиді 1-0 есеппен жеңіп Молдоваға үйіне қайтарды. Ал біз болатын болса өз кезегімізде конференция лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне қарай жол тартылатынбыз. Астана, жеңіс құтты болсын қазақ елі. Дәл осы Астана Еврокубоктың төрінде әрдайым Қазақстанның бет бейнесін керемет көрсететінін білеміз. Тағы да жеңіс құтты болсын. Біздің блогымыз осымен өз соңына жетті. Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі мен Әлімжан Тасболатұлы. Келесі жеңісті блогтарда жүздескенше сау болыңыздар.